Ерлі патшаның Кремхильданы айттыру үшін Бургундия жеріне елші жіберуі. Еділ патша емін жерледі. Хильхе оның жан жар еді, серігі. Орын алды мына жағдай сол кезде. Жар алуды мақсат етті ол лезде. Жолдастарға ақыл айтып қасында бір әйелді қатты мақтап айтуда. Адақ жолын өзі салған өзіне бір жесір бар Бургундийдің елінде. Марқұм Хильхе адал болды бұл елге. Қайырымды, теңдесі жоқ әлемде. Жолдастары көп нәрсені тағы айтты. Еділ патша бар жақсыға лайықты. Әлемдегі сіз ең ірі тұлғасыз. Сізге өмір сүру керек қайғысыз. Қайғыңызды сейілтетін тек әйел. Ер кісінің басын төрге жетелер. Кремхильда ол Зигфрид батыр жесірі. Ақылына сай келетін көрігі. Сонда Еділ күмәнданып бүйдеді. Шоқынбаған екенімді біледі. Ол патшайым христианға сенеді. Жар болуға маған қалай көнеді? Егер көнсе, ол болады мұғжиза. Ғажайып қой көңіліміз сыйысса. Жолдастары дайын жауап тағы айтты. Әлемдегі сіз боласыз атақты, жер жаратын атыңыз бар салмақты, есіміңді естімеген кім қапты? Сондықтан да елші жібер бақсынап. Бір тырысып көру керек жақсылап. Бізде күмән болмақ емес ешқандай, сіз үшін ол ең лайықты адамдай. Болар еді қайырымды патшайым, қолдап жүрер сізде елді әрдайым. Еділ патша біраздан соң сөйледі. Сөйлегенде достарына бүйтеді. Мен құптаймын сендер айтқан сөздерді. Енді шешім қабылдайтын кез келді. Лайық болса тәж тағуға осы елде, бір болуға меніменен келіссе. Сіз айтқандай мінсіз болса денесі, сұлулығы, сырт келбеті мінезі. Сенемін жақсылыққа болады деп, Кремхильда патшайым келіссе тек. Еділ патша көрді де патшайымды, оны өзіне жар қылуға ниет қылды. Шынында да, сұлулығы, бейнесі, менің Хильхе патшайымым секілді. Ай, не деген бұл қыдырет десеңші. Болса егер ер қасында әйелі риза болып жүреді екен күйеуі. Одан артық әділ адам жолықпас, одан асқан жанға дауа табылмас. Тек әйелдің сүйіспеншілігі ер адамның өмірін етер көңілді. Осы істе мен өзіңе сенейін, қазынамның көп бөлігін берейін. Арқа сүйер достарыңды ал ертіп, сапарыңа қажетіңді тездетіп, саған өзім дайындатып беремін. Киім кешек, жылқы, тағы керегін.